Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен көкөністерді қатыратын боламыз. Соның ішінде көкөніс, сәбіз бен қызылшаны. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, менде ет тартқыштың арнайы осындай насадкілері бар, үккіші бар. Содан барлығын өткізіп алатын боламын. Егер де сізде бұндай насадка болмаса, жай қарапайым ғана қолдың үккіштерін қолданып, осылай өткізіп алсаңыздар болады. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, сәбіздің барлығын осылай өткізіп аламыз. Және де қызылшаларымызды да дәл солай өткізіп алатын боламыз. Мен бұл қатырылған сәбіз бен қызылшаны көбіне борщ тағамын пісіргенде қолданамын. Уақытты көп алмайды, дайын. Сіздерге де осылай қатыруға кеңес беремін. Дайын болған қызылшамыз бен сәбізімізді арнайы осындай пакеттерге немесе пластикалық ыдыстарға салып сақтасаңыздар болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, салған кезде дәл бейнедегідей қылып салып қатыратын боламыз. Жұқа қылып жайып, себебі алған кезде де тамаққа салған кезде де ыңғайлы болу үшін шетінен кесіп алып салуға. Сәбізді де дәл солай, қызылшаны қалай сақтаймыз, оны да дәл солай сақтап, дәл солай жұқа қылып салатын боламыз. Дайын болған сәбізіміз бен қызылшамызды мұздатқышқа салып қатыратын боламыз. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.